Қазақ тілі пәні тақырыбы мен не үйрендім? Оқушылар, өткен сабақтарды еске түсірейік. Е әріпі қысқа и, а қосарлы дыбыстың таңбасы екенін есімізге түсірейік. Сөздерде қысқа и, а дыбыстары естілгенімен е әріпі жазылады. Аян, аян, қоян, қоян. Қысқа и дыбысы дыбыстарынан басқа дауыстылардан кейін ғана жазылады. Бірақ сый, тый сөздерінен тараған сөздерде қысқа и әрпінің алдынан әрпі жазылатынын есімізге ұстайық. Қысқа и дыбысының жазылу емлесі: тый, сый. Тыйым, сыйым, тыйған, сыйлық, тыйылу, сыйды, тыйылдыр, сыйлады, сыйымды. Сөздің басында иемен, иот деген бір-екілі сөздерде ғана жазылады. Дауысты дыбыстардан кейін сөздің ортасында айғаным, айша, аяды, тайғанақ, қаймақ, жайлау, кейіпкер, түйме. Сөздің аяғында алмай, торғай, терейін, таңдай, қарағай, күнекей, мұнтаздай. Қысқа и дауыссыз дыбыс. Қазақ тілінде қысқа и дыбысы дауысты дыбыстардан кейін ғана жазылады. Суретте нелерді көріп тұрмыз? Аю, ою. А және о дыбыстарынан соң қандай дыбыстар естіледі? А, ию, о, ию. Қысқа и, у дыбыстары естілгенімен жазғанда ю әрпі жазылады. Ю әрпі қазақ сөздерінде де, орыс тілінен енген термин сөздерде де жазыла береді. Ю қос дыбыстың таңбасы. Ию, ую. Ию, ую. Ю, үйу, үйу. Жаю, жаю. Кею, кею. Қою, қою. Ою, ою. Қазақ тіліндегі сөздерде и әрпінен соң у жазылмайды. Ю әрпі жазылады. Қи, қию. Ки, кию. Ти, тию. Есіңде сақта. Ал ю әрпі жазылмай, ию, қысқа и, у дыбыстары естілуі бойынша жазылатын сөздер: киюана, аюан, хайуанат, хиюа, миюа. Ал енді оқушылар, дәптермен жұмыс жасаймыз. Ол үшін дәптеріңді дайында. Дәптерге көркем жазу керек екенін ұмытпа. Дәптердің дәл ортасына қыркүйектің 29-ы үй жұмысы. Бүгінгі тақырып мен не үйрендім деп жазамыз. Бірінші жаттығу 35-ші бет. Мәтінді мұқият тыңда. Бүгін күн жексенбі. Мерей теледидардан жануарлар әлемі хабарын тамашалап отыр. Ол хабар барысында қойылатын сұрақты тағатсыздана күтуде. Сұрақты тыңдап болысымен кітап сөресіне қарай жүгірді. Анықтамалықтан ақ аю сөзін іздей бастады. Міне, іздеген ақпараты да табылды. Бір оқып шығып, тез-тез телефон тетіктерін басты. Мерейдің жауабы дұрыс болып шықты. Ол жұмсақ ойыншыққа ие болды. Бірінші тапсырма: мәтіннен түсініксіз сөздерді тауып жаз. Екінші тапсырмасы: сұраққа жауап жаз. Аю сөзінде қанша дыбыс, қанша әріп бар? Екінші жаттығу 36-шы бет. Төмендегі суреттерге сәйкес сөйлемдерді аяқтап жаз.